Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тәкаппарлық. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз тәкаппарлық. Ғалымдарымыз тәкаппарлықтың екі түрі барын айтқан. Бірінші ол адамның ішінде болатын болса, екінші сыртқа шығып көрінісін тауып жататын айтады. Тәкаппарлықтың іште болатын түріне мысал айтатын болсақ, қандай да бір кісі дәрежесі тұрғысынан, мансабы тұрғысынан, дүниесі тұрғысынан, не болмаса ілімі тұрғысынан өзгелерден өзін жоғары қоятын болса, бұндай бір кісі өзінен төмен деп санаған кісілермен дастархандас болған кезде бұны көтере алмай, ішінен неге мені бұлармен отырғызды, мен бұлармен отыруға лайық емеспін ғой деген сияқты сұрақтар өзін мазалауы мүмкін. Бұл тәкаппарлықтың ішкі түрі деп айтады. Ал сыртқы түрі дегеніміз бұл іс әрекетімен немесе сөзімен білдіріп жататын жайттар өте көп. Соның бірі мынау перғауынды алатын болсақ, бір күні не дейді? Муса алейхиссалам ақты, ақиқатты алып келген кезде Хаманға айтады: "Ей Хаман," дейді, "маған сондай бір алып ғимарат тұрғызшы, үстіне шығып, мына Мусаның құдайына қарап көрейін жоғары жақтан," дейді. Бұл мысал заманымызда да бұған ұқсас мысалдар өте көп. Алайда перғауынның ақыреті, перғауынның нәтижесі қандай болды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имам Муслимнің сахих жинағында келген хадисте тәкаппарлыққа өте керемет бір анықтама береді. Бір күні сахабалармен отқан кезде Расулулла саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: "Ла ядхулул джанната ман кана фи қалбихи мисқала зарратин мин кибр." Кімде-кімнің жүрегінде шаңның тозаңдай тәкаппарлық болатын болса, ол кісі жәннатқа кіре алмайды дейді. Сонда сахабалардың арасында бір кісі былай деп сұрайды: "Я Расулалла, инна раджула," дейді, "юхиббу ан якуна саубуху хасанан ва на'луху хасанатан." Қандай да бір кісі киімінің жақсы болғанын ұнатса, аяқ киімінің жақсы болғанын ұнатса, яғни кішкене қымбаттау киім киетін болса, бұл тәкаппарлыққа жата ма деген сұрақ сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Әл-кибру батарул хақ ва ғамтун нас," дейді. Тәкаппарлық дегеніміз ақты, ақиқатты мойындамау, біле тұра оны теріске шығару болатын болса, екінші түрі ғамтун нас, адамдарды өзінен төмен санау дейді, менсінбеу дейді. Кішіпейіл кісі ақиқатты жасы тұрғысынан, кіші дәрежесі, мансабы тұрғысынан, кіші немесе байлығы тұрғысынан төменгі сатыдағы кісілер болса да, яғни кім айтса да ақиқатты мойындайды. Және кішіпейіл кісілердің бойында болатын екінші бір қасиет, ол өзінен қарағанда өзгелерді жақсы көріп, өзіне қалаған нәрсесін өзгелерге де ұнатып тұратын кісі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой бір хадисінде: "Кімде-кім өзінің жақсы көрген нәрсесін өз бауырына сол деңгейде жақсы көрмейінше, ол шынайы мұсылман бола алмайды," дейді. Тәкаппарлықтың емі ғалымдарымыз кішіпейілдікте дейді. Қандай да бір рухани дерттің емі оған керісінше іс-әрекет жасаумен болады. Кімде-кім сараң болса, жомарттықпен емделеді. Ал кімде-кім тәкаппар болатын болса, ол кішіпейілдікпен емделу тиіс дейді ғалымдарымыз. Сондықтан кішіпейіл болу бұл нағыз шынайы мұсылманның бойынан табылатын сипат. Ал кішіпейіл болған адам ешқашан төмен болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл тұрғысында былай дейді: "Мән тауада алиллахи рафаахуллах." Кімде-кім Алла ризалығы үшін кішіпейіл болса, Аллах тағала оның дәрежесін көтереді. "Ва мен такаббара вадаахуллах." Ал кімде-кім тәкаппар болатын болса, Аллах тағала бұның дәрежесін, бұның мақамын, мансыбы қанша биік болатын болса да, бұл адамды бір күні болмаса бір күні төменге түсіреді дейді. Кішіпейіл болу деген сөз өзіңнің
қалап тұрған, өзіңнің ұнатып тұрған нәрсеңді өз бауырыңа да сол деңгейде қалай білу. Мысалға айтатын болсақ, бір жерде керемет бір сұхбат беру, болмаса мінбарға шығып ақты, ақиқатты айту сізге бұйырып тұратын болса, ол ақ пен ақиқатты сіз түсіндіре алатын деңгейдегі екінші бір кісі болатын болса, яғни бауырыңыз болатын болса, мінбарға соны шығарып, соны сөйлетіп, ақиқатты соның аузымен өзгелерге жеткізіп, бұған іштей разы болатын болсақ, міне нағыз кішіпейілділік дегеніміз осы. Себебі бұл жерде маңызды болған нәрсе ақ пен ақиқат сіздің аузыңызбен жете ма, немесе ол басқа бір бауырыңызбен аузымен жете ма. Маңызды болған нәрсе ақ пен ақиқат халыққа жету. Сондықтан өзіңіз сөйлей алатын, өзіңіз алға шығып қошемет көретін жерде өзгені шығара алатын болсаңыз, өзгені шығуына рұқсат бере алатын сондай сезімде болсаңыз, сіз нағыз кішіпейілсіз. Уа ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.